Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бізде қазір әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабағымыз бақшада даңғой, Есентай Ерботиннің. Ал енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне сүйеніп оқиғаның соңын болжау. Мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау. Жақсы оқушылар, бақша дегенде есіңізге не түседі? Көкөністер, жемістер, жидектер. Дұрыс айтасыңдар. Осының барлығы бақша дегенде есімізге түсіп отыр. Жарайсыңдар, ары қарай. Енді оқушылар оқулығымызды ашып, мысалды түсініп оқиық. Даңғой. Мысал. Көрінбей көзге бір қияр, қалтарыста қалыпты. Көңілінде зор қиял, маңайға жар салыпты. Қарамай суық жауынға, қар түскенше мен өсем. Қарбызбенен қауынға қайтсем дағы теңесем. Үстемелеп салмағым, алып болам, нән болам. Топырақтың бар нәрін тататын тек мен болам. Деді байғұс күрсініп, даңғойланды, мақтанды. Жел өкпелік қырсығы барлық сырын ақтарды. Бірақ болмай дегені, жетті уақыт мөлшері, тамырының қорегі таусылды да ол семді. Жарамады жеуге де, адам қолға алмады. Жарамады жемге де, мал маңына бармады. Жарамаса кәдеге, құр жатқаннан не пайда? Өндірмесе дәнеме, мақтанғаннан не пайда? Жақсы оқушылар, мысалды оқыдық. Бұл жерде даңғой деген мақтаншақ деген мағынаны білдіреді. Нән үлкен деген мағынаны білдіреді. Оқушылар, мынандай сұраққа жауап беріп көрейік. Мәтін неліктен мысалға жатады? Қане, жауап беріп көрейік. Жақсы, себебі бұл жерде автор не айтқысы келді? Яғни, кемшіліктерді сынады. Бұл кемшіліктер адам бойында да болуы мүмкін. Сондықтан, осы кемшілікке ақыл кеңес, айтылатын бір қорытынды артында ой болады. Сондықтан бұны мысал дейді. Және бұл мысал не жөнінде? Яғни даңғой қияр жөнінде, өсімдіктер жөнінде болып отыр. Сондықтан мысалға жатады. Қияр нені қиялдады? Нені қиялдады? Қандай болғысы келді ол? Қарбызбен қауынға жеткісі келді. Солай емес пе? Мен де солар сияқты үлкен болам, алып болам, нән болам деп қиялдады. Неліктен өз арманына жете алмай ұятқа қалды? Неліктен? Себебі ол ешкімге көрінбей, яғни сол жерде жата берді. Яғни неліктен жете алмай қалды? Себебі ол қияр үлкен болып өсе ме? Жоқ, алып болып өсе алмайды. Ол қауын мен қарбызға жете алмайды. Сөйтіп ол арманына жете алмай ұятқа қалды. Мақтанған қияр қандай күйге ұшырады? Ол соңында пайдасыз болып қалды, жарамсыз болып қалды. Адам жеуге жарамады, мал да жемеді. Сөйтіп ол не істеді? Семіп қалды. Балалар, мысалда ақын қандай тұжырым жасайды? Яғни, еш уақытта мақтануға болмайды. Яғни, сен бір кәдеге, бір жаңағы керекке, қажетіңе, пайдаға келмесең, сен неге құр босқа мақтанасың дейді. Неге? Ақын бізді мақтаншақ болмауға үйретіп отыр. Жақсы, ары қарай ет.
есіңе сақта. Мысал қысқа оқиғалы шығарма. Мысалдың кейіпкерлері аңдар, құстар, жануарлар, өсімдіктер болады. Мысалда кемшіліктер сыналады. Ақыл кеңес айтылатын қорытынды ой болады. Мінеки көріп тұрғанымыздай қияр. Қияр ол көп жеміс береді. Қиярдың пайдасы зор. Ол адам денсаулығына өте пайдалы көкөністердің бірі. Яғни ол пісіп кеткен кезде ол кәдеге жарамайды екен, семіп қалады екен. Солай емес пе, оқушылар? Сонымен бүгінгі сабағымызда даңғой мысалын кім жазды? Есентай Ерботин. Есентай Ерботин 1940 жылы дүниеге келген. Павлодар облысында Баянауыл ауданында дүниеге келген. 1950 жылы республикалық балдырған журналына балаларға арналған ысқақ өлеңдері жарияланды. Өрнек, серік пен берік, менің досым, далаға саяхат кітаптары бар. 1992 жылы өмірден өтеді. Сонымен оқушылар, дәптерімізді ашайық, бүгінгі күннің жадын жазайық. Даңғой мысал. Мысалда берілген сөздерді осылай етіп кесте сызайық. Бірінші кестеге мысалда берілген сөздер. Оның мағынасы қандай? Мен міне жазып қойдым, ал сендер осыны жазып алыңыздар. Даңғой, мақтаншақ. Даңғойланды, мақтанады. Нән болам, үлкен болам. Қалтарыста, таса жерде. Кәдеге, керекке, қажетке, пайдаға деген мағынаны білдіріп тұр. Ал балалар, қалай ойлайсыңдар? Бұлар қандай сөздерге жатады? Амоним, синоним, антоним. Синоним сөздерге жатады. Дұрыс айтасыңдар. Мағынасы бір, бірақ айтылуы әр басқа сөздер. Жазып алсақ, ары қарай. Үйге тапсырма, даңғой қиярдың суретін саламыз. Оның іс-әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Қияр дұрыс жасады ма? Неліктен? Ол дұрыс жасамады. Неліктен? Осы сұраққа жауап беріңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.